келесі біздің көрсететін салатымыз Астана деген салат. Ол үшін бізге свежий огурцы, осындай перец, светофор, бәрін жіңішкелетіп турап аламыз. Кинзамызды майдалап турап алдық. Және консервідегі осындай шампиньон етімізді осылай қуырып аламыз. Бәрін бір шашкаға салып, осылай алдын ала дайындап мен турап алдым. Осылай бәрін турап. Етімізден мына жерден бір порция қосамын. Етіміз шикі күйінде бір порцияға 100 грамм. Піскен күйінде 50 грамм болады. Чокыдан өтірілген чеснок. Кішкене май. Негізі соя қосылады. Біздің етімізде соя болғандықтан қазір біз соя қоспадық. Мінекей. Осы салатымызға кішкене ғана көк пияз қосып жіберсек. Әдемі әрі дәмді болады. Салатымыз дайын. Ас болсын.